Қайта оралған қарлығаш. Жаздың мақпал түні. Қою қара аспанда шыпырлаған қалың жұлдыз жер бетінің түнгі көрінісін қызықтағандай жымыңдайды. Аспан төрінен жердегі адамзат ұрпағына сансыз сәлем жолдап, шаттық тілеп тұрғандай. Есік алдындағы тапшанда екі дәуірдің өкілі, әжесі мен немересі сырласа әңгімелесіп жатыр. Кешкі тамақтарын ерте ішіп, малды жайғап, үйдің оны-мұны тірлігін тындырғаннан кейін төсектерін салып жатып қалған. Қазір үйде екеуі ғана. Келіні ұлымен ұрысып, төркініне кетіп қалғалы үйді қалың көңілсіздік басқан еді. Қарт кейуана жалғыз қалар ма еді? Осы немересі әжесінің қасында қаламын деп бақыра жылап қалып қойған. Бұған да шүкір. Сәби кезінен бауырына басқан немересі әжесін ерекше жақсы көретін. Содан болар, анасы көз жасын сүрте жүріп, киім кешегін жинап жатқанда, әжесінің мұсапір түріне қарап, жаны ашып, бар даусымен жылап, әжесінің мойнынан құшақтап алып, жібермей қойған еді. Анасы ашудан булығып тұрса да, енесінің жағдайын ойлап, ұлының шешімімен келісіп, үн-түнсіз кішкентайларының бірін жетектеп, бірін көтеріп, автобус аялдамасына қарай кетіп қалды. Енесі тоқтатпақшы болып еді, ұлының кінәлі екенін мойындағаннан соң ба, келініне батып ешнәрсе дей алмады. Жай ұрыс-керіс болса да ештеңе болмас еді. Қуараққа сылқия тойып алған ұлы келіннің соққының астына алғанды. Намыстан жарылуға шақ тұрған келіннің ашуы бомба секілді жарылды да, ақылының көңіл түкпіріне тығып тастады. Буырқанған ашу не істетпейді, келіні жиналып төркініне кетіп қалды. Келіні соншалықты ақылсыз да емес, мінезі де бір қалыпты. Бірақ үйдің күйбең тірлігі, жас балаларының ыңқыл-сыңқылы, бар ақшасын достарымен арақ ішуге жұмсаған күйеуінің ызасы бәрі тоғыса келе, жүйкесін жұқарып жүрген жас келіншекті ырқына бағындырып, шалыс әрекетке итермеледі. Ұлыда сау күні бір сыдырғы, еш артық сөзі жоқ. Үйдің тірлігін де тындырып істейді. Тек арақ ішіп, мас болса болды, құтырынып кетеді. Бала шағасының берекесін алып, үйден қуады. Осыған дейін шыдап жүрген келіні қарсы сөз айтып қайтарам ба деп ойлады-ау, тек бәрі керісінше болып шықты. Қарсы сөз естіген ұлы есінен айырылып, әйеліне жұдырық ала жүгірді. Енді міне немересі екеуі ғана сырласып әңгіме айтып жатыр. Әже, жұлдыздар қандай әдемі, иә? Иә, құлыным, жаздағы жұлдыздар осындай әдемі болады. Әже, әр адамның өз жұлдызы болады дейді ғой, сол рас па? Оны кім айтты? Анам. Иә, құлыным, сондықтан жұлдызың жарық болсын, жолың ашық болсын деп тілек айтады. Жұлдыздың жарық болу үшін не істеу керек? Әрқашан жақсы ойлау керек. Әрқашан жақсылық жасау керек. Сонда жұлдызың жарық болады. Әже, мені көп жақсылық жасағым келеді. Ой, алтыным сол, тілегі ақ періштем. Күнім менің, деп жақсы сөздерден басталған ұзын сонар тізбектің аяғы немересін сүюмен аяқталды. Әже, көп жақсылықты қалай жасауға болады? Ең алдымен жамандық жасама. Жамандық жасамаудың өзі жақсылық. Ал жамандық деген не? Жамандық деген өзгелерді ренжітетін нәрселер. Сонда қалай? Мысалы, сен басқа баланың ойыншығын тартып алсаң, ол ренжиді ғой. Иә, міне ойыншық тартып алу жаман нәрсе. Ал менің сол ойыншықпен ойнағым келсе не істеймін? Өтініш айтып сұрап ал. Сенің ойыншығымен ойнағым келіп тұр, бере тұршы деп сұра. Ол бермесе ше? Бергісі келмесе, қайта сұрама. Басқа ойыншықпен ойна өзіңнің. Оның ойыншығымен қатты ойнағым келсе ше? Маған айт. Мен саған сондай ойыншық сатып әперемін. Ой, әже, рахмет, деп немересі қуанып кетті. Не үшін? Мен саған әлі ойыншық сатып әперген жоқпын.
Маған жамандық жасауға мүмкіндік бермегенің үшін рахмет. Ой, тіліңнен сенің алтыным, мүмкіндік деген сөзді қайдан үйрендің? Балабақшадан. Алтыным сол, жақсы сөздерді үйреніп жүргенім күнім сол. Әже, басқа адамдарды ренжітетін нәрсе жамандық болса, ал қуантатын нәрселер жақсылық бола ма? Иә, құлыным. Әже, адам жамандық жасай берсе жаман адам болып кете ме? Иә, ал жақсылықты көп жасасаң, жақсы адам боласың. Деп немересі ойланып қалды. Біраздан соң әжесін ренжітіп алмайын дегендей жай дауыспен: Әже, анам неге кетіп қалды? Деп сұрады. Кетіп қалған жоқ, қыдырып кетті ғой, ертең келеді, деді. Алайда немересін алдағандай болғанына іштей қынжылды. Қыдырып кетсе, кетіп бара жатқанда неге жылады? Ол әкеме ренжіп кетті ме? Иә, әкем сонда жамандық жасады ма? Немересіне не деп жауап берерін білмеді. Өзегін жарып шыққан жалғыз ұлын жамандыққа қимады. Алғашқы құрсақтарын бірінен кейін бірін 3 рет түсік тастады. Біраз уақытқа дейін бала көтере алмай жүрді. Емделем деп үміттеніп бармаған жері жоқ. Ең жақсы деген дәрігерлерге көрінді. Тәуіп емшілерді де аралап көрді, алайда нәтижесі бола қоймады. Әбден күдерін үзгенде көтеріп қойғанын білді. Білген кезде қуаныштан ба, қорқыныштан ба, жүрегі лүпілдеп қоя бергені әлі есінен кетпейді. Тез арада дәрігерлерге көрініп түсік тастау қаупінің алдын алды. Бір Құдайға сыйынып, дүниеге шекесі торсықтай ұлды алып келді. Тұңғыш перзентін көргенде жұбайының да көзіне жас келді. Қайта-қайта емірене иіскей берді. Содан кейін құрсақ көтермеді. Ұзақ жылдардан кейін көрген қуаныштары болғандықтан ба, ұлдарын шектен тыс еркелетіп өсірді. Бар дәмдіні ұлдарының аузына тосты. Перзентіңді 5 жасқа дейін патшаңдай күт, 15 жасқа дейін құлыңдай жұмса, 15-тен кейін досыңдай сырлас деген қағиданы ұстанған жұбайы екеуі 5 жастан кейін тәк-тәк деп тәрбиелейміз деп жүргенде, түнгі кезектен келе жатқан күйеуін көлік қағып кетіп қайтыс болды. Жалғыз ұлмен аңырап қалды. Қаншама ұсыныс болса да, ұлын ешкімге жаутаңдатпаймын деп тұрмысқа да шықпады. Ешкімнен кем болмасын деп айлығы аз жұмысын тастап, ұлын балабақшаға берді де, сауда жасау үшін базарға шығып кетті.